Армысыздар, айбынды сарбаздар. Құрметті офицерлер және курсанттар, халқымыздың амандығын және қауіпсіздігін сақтау басты міндет әрі қастерлі парыз. Бұл ең алдымен құтқарушы мамандарға жүктелетін зор сенім, үлкен жауапкершілік. Құтқару қызметі өте маңызды сала. Соңғы кезде жер жүзінде төтенше оқиғалар жиілеп барады. Жұртымыз мұндай қауіп-қатерге әрдайым дайын болу керек. Сондықтан осы салада қызмет етіп жүрген мамандардың еңбегі еліміз үшін өте маңызды. Академия еліміздегі кәсіби құтқарушылар даярлайтын бірден бір оқу орны. Оны ширек ғасыр ішінде 6000-ға жуық маман бітіріп шықты. Академия түлектері барлық облыста еңбек етіп жүр. Олар отан алдындағы борышын адал атқарып келеді. Халқымызда апат айтып келмейді деген сөз бар. Күзде еліміздің бірнеше аймағы алапат өрттен зардап шекті. Сын сағатта тұрғындарға алдымен құтқарушылар көмекке келді. Жақында Түркияда жойқын жер сілкінісі болғанын білесіздер. Менің тапсырмаммен бауырлас Түркия еліне құтқарушылар және дәрігерлер жіберілді. Олардың арасында Ақмола облысының мамандары да бар, яғни 18 адам. Біздің құтқарушылар бірнеше адамды аман алып шықты. Түркияда күндіз түні жұмыс істеп жатқан азаматтарымызға алғыс айтамын. Түркиядан аман есен оралған соң, оларды міндетті түрде марапаттайтын боламыз. Құтқарушы болу қиын әрі қатерлі жұмыс. Шын мәнінде бұл нағыз ержүрек азаматтардың кәсібі. Төтенше жағдай мамандары жұмыс барысында талай рет ерлік көрсетті. Басқа адамдардың өміріне араша түсіп, қаза тапқан құтқарушылар аз емес. Олардың қатарында осы академияның түлегі Асқар Забикулин де бар. Ер есімі ел есінде, батырларының ерлігі ешқашан ұмытылмауға тиіс. Уважаемые офицеры и курсанты, спасатели находятся на передовой при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Ключевые приоритеты в вашей ответственной работе – спасение людей и помощь пострадавшим. Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии. Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии и запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей. Академия түлектері халқымыздың амандығы үшін қызмет ете береді деп сенемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға оқуда сәттілік, жұмыста табыс тілеймін.